Саламатсыздар ма, қалайсыздар, менің тұрақты қолдаушыларым. Сіздерге бүгін өте дәмді әрі тез уақытта дайын болатын керемет пончиктің рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен маған қолдау көрсетіп, каналыма тіркелсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментария қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Пончиктің жасалуын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Бізге бұл пончикті жасау үшін қажет болады сүт, және де сұйық май, шекер және дрожж, 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен сүтімізді ыдысқа құямыз. Майды құямыз. Майдан 1 столовый ложкадай алып қалатын боламыз. Қамырдың илегеннен кейін үстіне жағатын боламыз. Міне, 1 столовыйдай алып қалдым. Енді жұмыртқаны саламын, 2 жұмыртқаны. Үстіне аздап тұз қосып жіберемін. Bir араластырып аламын. Сүттің қатты ыстық болмау керек. Сүттің ыстықтығы дрожжымызды несінің көтерілуін пәсейіп тастайды. Сондықтан барынша жылы сүтке салған дұрыс. Ақырындап араластырамыз. Енді қамыр елебешік болады. Онда аз-аздан салып отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Бисмилля. Қамырды қатты елеп қоюға болмайды, аздап қолға жабысыңқырап тұру керек. Енді осының үстіне жаңағы алып қалған 1 столовый ложка майды полный жағып шығамыз осылай. Қамырымыз дайын. Бұны 45 минут расстойкаға қоямыз көтерілуге. Яғни әр көтерілген уақытта келіп үстін қайтарып тұрған дұрыс. 2 мәрте қайтарылсаңыздар, пончик өте биік болып, жақсы көтерілетін болады. Қамыр деген жақсы көтерілді. Мен 2-3 рет арасында қайтарып жібердім. Енді астына аздап ұн сеуіп жіберемін. Осылай қамырды шығарамын. Қамыр көтеріліп жатқан уақытта осылай фольганы қиып дайындап алдым 4 бұрышты етіп. Бізге және де пончикті жасау үшін осындай кальций мен осындай кішкентай кальций керек болады. Енді жаямын қамырды. Қатты басып жаюға болмайды. Қамырды жайып болғаннан кейін міндетті түрде осылай столдан алуымыз керек. Өйткені басып жайғандықтан қамырымыз столға жабысып тұрады. Енді қатты жұқа қылған жоқпын. Аздап қалыңдау етіп жайдым. Енді оямын. Ойып алдым. Енді үстінен майдасымен оямын осылай. Фольгаға енді жылтыр бетіне пончикті аккуратно алып осылай қоямын.
Өйткені қазір расстойкаға қойғанда столға жабысып алынбай қалуы мүмкін. Ал фольгада тұрса, аккуратно осылай майға салатын боламыз. Барлығын осылай фольганың үстіне қоямын. Қалған қамырды да жайып, тура солай барлығына пончик істеп тастаймын. Сотейникке майды құйып, ысытып қыздырып аламыз. Майдың қызғанын білу үшін осындай кішкентай біреуін салып көремін. Пончикті пісірген кезде осындай палочка қолдансаңыздар болады, сушидің. Анандай нелермен қолдансаңыздар тесіп алуларыңыз мүмкін. Топ сияқты алып жүр. Баяу отта пісіріп алатын боламыз пончиктерді. Арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін баяу отта пісірген дұрыс. Енді жайлап пончиктерімізді салып пісіріп ала берсек болады. Міне, жақсылап көтерілді, расстойкада тұрды әбден. Аккуратно аламыз. Саламыз майға. Осылай айналдырып отырып, майға батырып отырып пісіресіздер. Екі бетін кезек-кезек алмастырып отырып. Пончигіміз жақсы көтеріліп жатыр. Енді ақырындап аламыз. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Пончиктердің барлығын пісіріп алдым. Негізі пончик дейтін өте жеңіл болу керек. Сынып тұр. Енді бетін әсемдейтін боламын. Мен шоколадпен әсемдеймін. Шоколадты сүтпен немесе сливкимен араластырып, микроволновкада немесе газда ерітіп алсаңыздар болады. Және де әсемдік үшін ақ шоколадын ерттім пакетикке арнайы. Енді барлық пончиктерді шоколадқа батырып әсемдейтін боламын. Бисмилля. Осылай барлығын тізіп шығамын. Енді бетіне ақ шоколадпен узор салып шығамын. Пончигіміз дайын болды. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжанар.